Шымылдық жабылады. Және ортаға Мейірбек келеді. Қош келдің. Негізі біраз болды ашқа отырмағалы. Иә. Біраз болды, бірақ үміткер саған бүгін келді, сені таңдады. Сен жалпы дайынсың ба? Әрине дайынмын. Әрине дайынмын деп сенімді жауап беріп отырсың. Айтайын ба, сен неге бұл жерге көп болды отырмағалы? Өйткені жүрегім бос емес дедің, Динаны таңдадым дедің. Оның алдында қанша үміткер келсе де бірінен кейін бірін шымылдықты ашпастан жібере бердің. Содан кейін халық ойлады, ойбай, бұл бала деген бір керемет талғампаз, өзін бір жоғары санайма, құрсын одан да өмірден іздейік деп шешкен шығар. Жоқ, негізі мен жаңа жылдан жаңа өмір бастауды шештім. Динаға деген сезімді 2017-те қалдырдым дейсің ғой? Иә, ол тек қана ол сезімді ғана емес, барлық өзімнің қателіктерімді және бүкіл ренішімді қалдырып кеттім. Және 2018 жылдан бастап жаңа өмір бастауды шештім. Дұрыс, өте дұрыс. Бұл шешімің өте дұрыс екен. Мені қуантып отыр. Өйткені Дина бағланға бір күн берсе де, саған 1 сағатта берген жоқ. Көңілін жаулауға. Бағланың неге жол болып кетті, бір күн берді, маған бірақ 1 минутта берген жоқ. Иә. Түсінікті. Енді қандай үміткерді күтесің? 18-ші жылы талап өзгерді ме? Жоқ, негізі талап өзгерген жоқ. Сол баяғы. Негізі енді өзімен жасты немесе кіші болса, өйткені ата-анамның сөзінен мен асып кете алмайды екенмін. Сондықтан? Тұрмыс құрмаған бұрында, сенен жасы кіші? Кіші немесе тең, немесе максимум 1 жас болса. Түсінікті. Ендеше қошеметпен ортаға үміткерді шақырайық, әңгімемізді бастаймыз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз ба? Есіміңіз? Назым. Назым. Неге Мейірбек? Ау? Неге Мейірбек? Себебі Мейірбек мен таңдағы қасиеттерге, сипаттарға толықтай сәйкес келеді. Қарапайым, сабырлы жігіт, сол себепті таңдадым. Түсінікті, керемет. Нешеде? Жасым 19-да. 19-да. Ал Мейірбек, сұрақтарыңды қоя қой. Сабақтан басқа, оқудан басқа ұнайтын іс, сүйікті ісіңіз? Оқудан 6 жастан бастап кәсіби биге барамын. Яғни көптеген жарыстарға, конкурстарға қатысамын. Бірақ қазіргі уақытта мен қаланың шетінде тұрғандықтан университетке барып қатынау өте көп уақыт алады. Сол себепті қазіргі уақытта көп барып жүрген жоқпын. Ал былай сурет саламын, спортпен шұғылданамын, бадминтонмен қыздарға бірге барып ойнаймыз. Саған қызығушылық көп екен. 19 жасыңызға дейін басыңыздан махаббат хикаясы өтті ме? Шынайы махаббат болған жоқ. Ең бастырақ ата-анаңыз біледі ғой осы жаққа келгеніңізді? Ал өзіңіз 19 жасыңызда тұрмысқа шығуға дайын болып келдіңіз бе? Әрине 100%-ға дайын емеспін. Бірақ егер де алдағы уақытта барлығы жақсы болып жататын болса, әрине ойымда бар. Алдағы уақыт деген ол қанша уақыт? Ау? Анықтай кетсеңіз, алдағы уақыт деген ол қанша уақыт? 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 20 жыл? Бір-бірімізге сезіміміз толықтай сенімді болған кезде. 1 айдан кейін де болады ғой? Мүмкін. Түсінікті. Мейірбек. Ау? Руыңыз қандай? Руым Найман. Найман. Қаланың сырты деп кеттіңіз. Ол қай жақ? Өйткені менің ата-анам да қаланың сыртында тұрады. Ау?
Қаланың сыртында тұрам деп жаттыңыз ғой? Иә. Сол қай жер? Қарасай ауданы, Қырғауыл ауылы. Осы үміткер келсе бүкіл жиналған сұрақтарын ұшып кетеді ше? Ау? Байқап отырмын. Сізге, Назым, Иә. сұрағым бар. Ата-анасымен тұруға бәрі жақсы болса, дайынсыз ба? Иә, дайынмын. Сәлем салып, барлық дәстүрді жасап, Иә. басыңызға орамал тағып дегендей. Иә, әрине. Мысалы, мен болашақта сен үйде отырасың, ал мен жұмыс істеймін десем, соған дайынсыз ба? Ол жағын уақыт көрсетер деп ойлаймын. Демек, толықтай дайындық жоқ оған. Байқауымша, өз ісінің кәдімгі жанкүйері сияқтысыз, жұмыс істегіңіз келеді, иә? Мамандығым бойынша жұмыс істегім келмейді, шынымды айтсам. Бірақ жоспарыңыз бар? Иә, бар. Қандай? Мен өзім мейкап жасағанды жақсы көремін. Мейкап жасағанды. Алдағы уақытта кәсіби маман болғым келеді. Бет-әрлеуші болғыңыз келеді. Түсінікті, жақсы. Негізі маған жауап ұнайды. Маған да өте ұнап отыр, шынайы секілді. Ұнатпаған жағдайды бірден айтып отыр, бәріне келісіп отырған жоқ. Және де өзіне не керектігін анық, нақты білетін сияқты, нық сөйлеп отыр. Осы сенімділігіңізден қайтпаңыз. Ал, Әлібек. Саламатсыз ба, Назым? Саламатсыз. Бұнда келгеніңіз ата-анаңыз біле ме? Біледі. Қарсы болған жоқ па келгеніңізге? Жоқ, қарсы болған жоқ. Барып көр деді. Бұл енді тәжірибеден қойылып жатқан сұрақ қой. Иә. Деп ескертіп айтып қойған, бірақ алдағы уақытта ондай болады деп ойламаймын. Түсінікті. Иә, Асхат? Назым, қош келдіңіз. Саламатсыз. Енді қазір жасым 19-да деп жатсыз. Бұрын соңды ғашық болып көрген жоқсыз ба? Немесе тұрмысқа шығып, егер нақты жауап берсеңіз дұрыс болатын еді? Жоқ, тұрмысқа дұрыс сұрақтарды қойып жатыр, қуантып мені. Тұрмысқа шықпастан бұрын шыдайы махаббат дегенді әлі көрген емеспін. Түсінікті. Медет? Геодезист, картограф. Иә, геодезист, картограф. Осы өзіңіз таңдадыңыз ба? Жоқ, грант болғандықтан, грантқа балым жетті. Қалаулымда ашты шындық дейсіз. Ал болашақта ондай болса сүйіп айналысатын ісіңіз сол би ме, әлде басқа да сүйіп істейтін ісіңіз бар ма? Бәлкім картограф болармын, не болмаса визажист болармын. Демек, картограф болу мүмкіндігі бар, иә? Иә. Тағы да. Түсінікті. Сәкен? Назым, қош келдің. Өзің, Назым, мен мына жақтам. Ау. Саған сұрақ қойын дедім. Иә. Қош келдің дейм. Сәттілік саған, және Рахмет. сен киім үлгін осындай ма ылғи, или бүгін? Жоқ, шын айтатын болсам, көйлек көп кие бермеймін. Бүгін бағдарлама болғандықтан, бұл жақта да мәдениеттілік болу керек, сол себепті көйлек киіп келдім. Ал әкем, анам және 2 сіңілім, мен үлкенімін. 3 қызбыз үйде. 2 сіңіліңіз бар, иә? Иә, 2 сіңілім бар. Түсінікті. Жақсы. Ал, Мейірбек, сұрақ жоқ па, не басқа? Жоқ, бар. Қоя ғой. Негіз жаңа киім үлгісі қандай екен, өзіме де қызық болып кетті, айтып. Ендеше мүмкін шымылдықты ашармыз? Қызық болып тұрмау. Ашсақ ашайық, орындарыңыздан тұрыңыздар. Иә, киім үлгісі қалай екен? Киім үлгісі қалай екен? Нормально енді, жақсы. Қуалжып қалдың ғой, Мейірбек, не болсын? Иә? Мейір. Ау. Ау. Қандай әсердесің? Тіпті түріне қарауға ұялып отырған сияқты. Теледидардағыдай емес, бөлек екен, басқаша. Басқаша ма? Иә. Қай жері басқаша? Сымбаттырақ. Қай жері басқаша? Сымбаттырақ.
сымбаттырақ екен. Сымбаттырақ дейді. Түсінікті. Иә, біздің қалауымдағы барлық жігіттер сымбатты. Қыздарымыз сұлу. Иә. Мейірбек? Назым, қош Бірақ келдің. сұрақ қоя білмейді осылайша. Мұдық ашылғаннан кейін тілдері байланатындар жаман негізі. Мейірбек. Енді көбіне шулы андай клуб дейді ғой, сондай барасыз, немесе тыныш жерді ұнатасыз ба? Әрқалай. Мысалы, ол қоршаған орта мысалы достарымызға байланысты. Егер де біз мысалы группадағылармен жиналатын болсақ, біз тыныш жерді жақсы көреміз. Сұрақ сізге. Жігіт достарыңыз көп па, және де қыз достарыңыздың сөздеріне көп бересіз ба, құрбыларыңыздың? Достарым көп деп айта алмаймын. Бірақ қазіргі уақытта 24 сағат қасымда жүретін, яғни бірге оқып барып келетін сабаққа достарым бар. Яғни олар менің группаластарым және бұрын оқып кеткен класстастарым. Құрбыларымның сөзіне әрине мен құрбым бар, өзім жақын құрбым, бірақ екеуміздің ойымыз әрдайым бір жерден шығады. Сол. Қыз бен жігіттің арасында достық сезімі бола ма? Қалай ойлайсыз? Иә, болады. Достық болады. Мейірбектің қыз достары көп себебі? Қызғанбайсыз ғой, иә? Соған қарағанда. Өзімде достарым бар. Иә, жақсы. Медет? Назым, сіздің жауаптарыңызға риза отырмын негізі. Ғой. Мысалы, біреулер үшін ондай бар, ал кейбір адамдар үшін ондай жоқ. Жеке басым үшін серьезно дейді, сол сияқты үйренетін. Әркім әрқалай. Түсінікті. Жалпы енді қалаулымға келмес бұрын әке шешеңізбен ақылдастыңыз, оны айттыңыз. Олар айтқан жоқ па, қызым тым ерте емес пе, әуелі оқуыңды бітіріп ал деп? Жоқ, олар әрдайым менің ойымды, пікірімді жақсы қарайды, қолдайды. Ешқандай ойлар болған жоқ, қарсы ойлары. Қазіргі таңда енді екі түрлі көзқарас бар. Тойға дейін жетіп жатсақ, үлкен шулы той жасау міндетті ме, қалың мал беру міндетті ме, дәстүрлердің барлығын сақтап жасау міндетті ме, жоқ әлде ол ақшаға бір мүлік алып, болашақ өмірге деген бір көмек болсын деген түсінікте ме? Қандай түсінікте? Ата-анаңыз? Бұл жағдай қалыптасқан жағдай ғой қоғамда. Сол себепті той болу, ол өзі туысқандарына міндетті болып қалды деп ойлаймын. Ал қалың мал жағы ол жағдайға байланысты. Түсінікті, керемет. Дина? Назым, қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Мен сұрағым емес, пікір айтқым келіп отыр. Шынымен де мені жап-жас қыз саған өте жарасып тұр. Екеумізде көп екен. Найман екенсіз, 3 қыз екенсіз, отбасыңызда. Иә, бет-әлпеті, түрі бәрі келісіп тұр да. Сол үшін Мейірбек ойлан, жіберіп алма. Жарайсыз, Дина. Асқар? Мейірбек, егер түсінген болсаң, сенің жақын досың саған өзінің кеңесін айтты. Және бұл кішігірім кеңес болды. Шынымен біз мен бағанадан бері қарап отырмын. Қыз бала шынымен Динаға келеді, сырт келбеті жағынан да, сөйлеген сөзінен өзінің бір нәзіктік жағынан келеді екен. Соны айтып отырмын да, Дина саған ұқсайтын қыз екен. Енді осы Мейірбек таңдайтын шығар деп. Енді мына Назымға қоятын сұрағым, Назым, жалпы көлік жүргізу білесіз бе? Бізде жалпы енді мынандай дәстүр бар, Мейірбектің келген үміткерлері міндетті түрде Мейірбектің көлігін жүргізу керек деген. Ол Мейірбектің өзінің дәстүрі. Сондықтан немесе жаңағы Мейірбектің қыз достары бар ғой осында, Сұлуфан деген сияқты. Солармен Мейірбек анда-санда бір жарыстырып қояды өзінің үміткерлерін. Сол жағынан сіз қалып қоймайсыз ба ертең? Жоқ, жүргізе алмаймын. Иә, бірақ үйренемін. Үйретеміз ғой. Назым, ал егерде мысалы Мейірбек, мен сені сүйем, бәрі жарайды, ұзату жасалсын, бірақ біз той жасамай қояқ деген шешімге келдік десе, ше, қалай болады? Ол кезде барынша түсінуге тырысамын, отбасымен, ата-анамен ақылдасып, бір шешімге келерміз. Түсінікті. Ал Мейірбек, тағы сұрақ қоясың ба, жоқ әлде мүмкін жеке сөйлескің кеп тұрған шығар? Мен де өз пікірімді айтып кетейін, той жайында. Негізі мен той жасағым келеді. Ол қазақ болғандықтан кішкене енді міндетіміз деп ойлаймын.
сондықтан өзім жеке басып той жасаймын деп ойлаймын. Той мәселесі шешілді. Яғни. Ал енді сырласу мәселесі не болды? Ау. Сырласуға барасыңдар ма, Мейірбек? Жоқ, бармаймыз. Әрине барамыз. Бірақ бос емес қой жоқ. Керемет. Олай болса бер жаққа қарай барудың қажеті жоқ, ар жаққа қарай барып сырласыңдар. Ол интервью беру бөлмесі. Қысқарып салайық сіздерді. Керемет. Бағдарламамыз бүгін шынымен де ерекше болып жатыр. Күтпеген жағдайларға толы. Кішкене сергіп алайық. Сондықтан Gold Band. Бүгін сіздерге ерекше тапсырма. Бір ән сыйласаңыздар.